оқушылар, бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы құнды білім, құтты білік. Білім ол әрбір адамзаттың ең басты құндылығы, ал білік сол білімді өмірде қолдана білу. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты оқушыларға білімнің маңыздылығын, оның өмірдегі рөлін және білімнің қоғамдағы құндылығын түсіндіру. Білім туралы нақтылай түсінік қалыптастыру үшін қазір сыныптастарын дайындап келген баяндаманы оқып бастасақ, Бекболат Шалов. Құрметті сыныптастарым, бүгін мен сіздерге білім мен тәрбие табысының негізгі тақырыбында баяндама жасап, білім мен тәрбиенің адам өміріндегі қоғамдағы және мемлекеттің дамуы әсері туралы сөз қозғаймын. Білім адамның интеллектуалдық әлеуетін арттыратын, дүниетанымын кеңейтетін және өмірдегі қиындықтарды жеңуге көмектесетін басты құрал. Білім арқылы адам жаңа ақпараттарды меңгереді, дағдыларын дамытады және кәсіби біліктілігін арттырады. Тәрбие бұл адамның моральдық, этикалық және рухани құндылықтарын қалыптастыру процесі. Тәрбие арқылы біз жақсы мінез-құлықты, жауапкершілікті, адамгершілікті, жанашырлықты үйренеміз. Тәрбие білімнің негізі, өйткені тәрбиесіз білімнің мәні жоқ. Білім мен тәрбие бір-бірімен тығыз байланысты. Білім алу барысында адам тек теориялық білім емес, сонымен қатар практикалық дағдылар мен тәрбие де алады. Білім мен тәрбие қоғам дамуының негізі болып табылады. Білім және тәрбиелі азаматтар қоғамда жақсы өзгерістер жасауға қабілетті. Олар инновациялар мен жаңа идеяларды енгізіп экономиканы дамытуға үлес қосады. Табысқа жету үшін білім мен тәрбие қажет. Білімсіз адам кәсіби салада алға жылжуы қиын, ал тәрбиесіз адам қоғамда дұрыс қарым-қатынас орната алмайды. Табысты адамдардың көпшілігі білімді әрі тәрбиелі болып келеді. Сөзімді қорытындылай келе, білім мен тәрбие бұл табыстың негізі. Біз білім алуға және тәрбиелі болуға ұмтылып өзімізді дамытуымыз керек. Білім және тәрбиелі азаматтар ретінде біз қоғамымыздың дамуына үлес қосып, еліміздің болашағын жарқын ету үшін жұмыс істейміз. Рахмет. Білім болашақ кепілі. Бүгін мен сіздерге білім болашақ кепілі тақырыбында баяндама жасап, білімнің адам өміріндегі, қоғамдағы және мемлекеттегі маңыздылығы туралы сөз қозғаймын. Білім адамның алған тәжірибесі, дағдылары мен ақпараттары, ол адамның ойлау қабілетін, дүниетанымын кеңейтеді. Білім арқылы біз әлемді танимыз, өзімізді танып, қоғамда өз орнымызды табамыз. Білім адамның жеке дамуының негізі, ол жеке тұлғаның қалыптасуына, мінез-құлқының көзқарасының және құндылықтарының қалыптасуына әсер етеді. Білімді адам өз пікірін білдіре алады, дұрыс шешім қабылдайды және қиындықтарды жеңе біледі. Білім қоғамның дамуының басты факторы. Білімді азаматтар қоғамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына үлес қосады. Білім арқылы инновациялар мен технологиялар пайда болып, халықтың өмір сүру деңгейі артады. Мысалы, білімді жастар жаңа идеялар мен жобалармен келіп, еліміздің болашағын жарқын ету үшін жұмыс істейді. Мемлекеттер білімге инвестиция салып, білім беру жүйесін дамыту арқылы өздерінің экономикалық әлеуетін арттырады. Білімді халық мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың кепілі. Білім беру жүйесі жоғары деңгейде дамыған мемлекеттер әлемдік аренада жетекші орын алады. Заманауи әлемде білім мен технологияның байланысы өте маңызды. Ақпараттық технологиялардың дамуы білім алу тәсілдерін өзгертіп, білімнің қажеттілігін арттырады. Онлайн курстар, вебинарлар мен виртуалды оқу платформалары арқылы кез келген адам әлемнің кез келген нүктесінен білім алады. Енді сөзімді қорытындылай келе, білім бұл тек мектепте немесе университетте алынатын ақпарат емес, ол өмір бойы жалғасатын процесс. Білім біздің болашағымыздың кепілі. Сондықтан да біз білім алуға ұмтылып, өзімізді дамытып, қоғамға пайдалы ақпараттар болуымыз айтуымыз керек. Олай болса сыныптастарын дайындап келген баяндаманы тыңдап, білім туралы түсініктеме қалыптасқан болады. Сондықтан мына жерде алдын ала дайындалған ғұламалардың сөздері бар. Соны 5 оқушы шығып алып, қысқаша түсініктеме беріп өтсеңіздер. 5 оқушы шығыңдар. Дайын болып қалдыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Иә, дайынбыз. Олай болса бір шетте бастай берейік. Кім алған еді? Сықнұр бастай бер. Сократ, мен ештеңе білмеймін, бірақ білмейтінімді білемін. Яғни Сократтың даналығы шексіз екені, біз қанша білім алсақ та оны ары қарай дамытып, ары қарай үйреніп өздеріңіз қалпына алатынымызды білдіреді. Фараби, білім бақыттың кілті. Яғни білім өміріңді жақсартып, білімді болсақ, сен өміріңді өзің қалай сүргің келеді, солай сүре аласың. Солай жоспармен өмір сүре аласың. Ибн Сина, білім жанның азығы. Яғни біз білім алу барысында өмірге бір қадамдар басамыз, және сол өмірде бұл білімді қолданамыз. Конфуций, білімге деген құштарлық, шексіз бақыт. Негізінде білім таусылмайтын кен дейді, сондықтан білім алу процесін де жақсы көру керек. Және де білім алған, білімі жоғары адамның рухани түрде дамиды, және рухани түрде бай адамдар, материалды түрде бай адамдарға қарағанда жоғарырақ тұрады. Және де олардың ешқашан мен бәрін біліп тастадым деген ой жоқ. Өйткені білім терең кен. Ол аяқталмайды. Және білгенім 9, білмегенім 99 деген сияқты артық білім алудың ешқандай артықшылығы жоқ. Абай Құнанбаев, ақыл адам баласының ең асыл қасиеті. Адамға өмір сүру үшін адами қасиеттер Абай Құнанбаев, ақыл адам баласының ең асыл қасиеті. Абай Құнанбаев бұл сөздермен ақыл мен білімнің тығыз байланысты екенін айтқысы келген. Білім біздің өміріміздің жарқын болашағымыздың кепілі, сол себептен адами қасиеттердің ең асылы ақыл деп білеміз. Жарайсыңдар. Олай болса келесі тапсырмаға көшсек, топтық тапсырма. Екі топқа бір сұрақтан береміз. Оған жалпылама түсінікті әр топ мүшесі айтып өтесіңдер. Бірінші сұрақ, бірінші топқа. Білімнің адам өміріндегі рөлі қандай, сол туралы жалпылама. Әр топ мүшесі қатысу керек, бәрі сөйлесіңдер.
Екінші тапсырма білім мен ғылым арасындағы байланыс. Қандай байланыс бар білім мен ғылым арасында? Сол туралы жалпылама түсінік айтып өтесіздер. білімнің рөлі ма ғылыми жобалар сондай арасын өзіне Дайын болса оқып бастай берейік. Қайсы топтайын? Қайсы топтайын? Бастады. бізге берілген тақырып адам өміріндегі білімнің атқаратын рөлі. Аха. Біздің ойымызша адам өмірінде білім үлкен зор рөл атқарады, себебі адамның болашақтағы жетістіктерінің, болашақтағы армандауының бірден бір кепілі ол өзінің білімді болуы. Әр топ мүшесі сөйлесіндер. Жалпы адам өмірінде, білім ол адам өміріндегі ең маңызды құндылықтардың бірі болып саналады. Адам білім алу арқылы өзінің ішкі жан дүниесі және де дүниетанымын кеңейте біледі. Білім адамды дамытады және ой өрісін кеңейтеді және болашаққа жол ашады. Келесі соңғы мүшесі. білім дамыған сайын біздің өмір сүру деңгейіміз барлығы көтеріледі және де білім дамыған мемлекеттердің экономикалық және мәдени түрде дамиды. Және біздің тұрмыс тіршілігіміз де білім дамыған сайын жеңілдей түседі. Оған әртүрлі роботтардың ойлап табылуы және де технологиялардың дамуы жатады. Бізде білім мен ғылым арасындағы байланыс, яғни бізде білім дамымайтын болса, ғылым да дамымайды. Білім арқылы бізде түрлі ғылыми жобалар ұйымдастырылады. Білім ол бізде жаңа ақпаратты алып, оны жаңа ақпараттарды өңдеуге керек, ал ғылым оны ары қарай дамытып, оның заңдылықтарды солай зерттемек. Яғни ол ғылым білімге сүйенеді. білім мен ғылымның арасындағы байланысы, яғни бізде білімді болсаң, если білімің көп болса, сен уже ғылыми жобаларға қалай айтсам болады, қызыға бастайсың. Содан уже білімің бар біліміңді сен ғылыми жобаға салып, уже ғылымда бір жүйе ашасың. Солай уже білім мен ғылымның арасында байланыс сондай. Білім мен ғылым арасындағы байланысты қорытындылайтын болсақ, біліммен бірге ғылым өте тығыз байланысты. Оның басты бір себебі екеуі бірге дамиды. Яғни бізде білім дамыған сайын ғылым да дамып, алдыға қарай жылжи беретін болады және де жаңа ашылулар бола беретін болады. Біліммен тығыз өте байланысты екенін осыдан білсек болады. Келесі соңғы тапсырманы шештік. Соңғы тапсырма менің арманымдағы білім туралы эссе жазу. Алдында қарап тұр, соған эссе жазасыңдар. Менің арманымдағы білім. Қандай білім алғым келеді, сол туралы қысқаша эссе жазу сөздер. Жазып аяқтасақ, жинап өткізсек бәрін. Жинап өткіземіз. Бүгінгі сабақты қорытындыласақ, яғни білім ол мектептен алған сабақтар ғана емес, өмір бойы жалғасып отыратын процесс. Сондықтан да бүгіннен бастап білімге деген құштарлығымызды арттырайық. Сау болыңдар.